негізі жігіттер сұрақ көп қой өмірде. Апа менде осындай сұрақ бар. Еркектер неге еш киінбейді вообще? Трусиді не үшін киіп жүріп? Как киіп говорит? Әрине. Шешесің. Киіп отыр? Иә, бар. Calvin Klein. Не үшін киіп болғанда сол? Негізі заговор ғой ол. Теория заговор ма типа? Ол біздің еркектік күш қуатымызда әсер етеді дұрыс. Қысады бізді. Жұмыртқаны қысып тұрады дейді ғой. Кезінде кимеген ғой, ата-бабам қай ата-бабам киген дұрыс дейді. Киген ба мысалы? Отырарды ашып берген. Хорошо. Менде мынандай сұрақ бар. 40 жасқа дейін бай болу, 40 жасқа дейін кедей болу, или 40 жастан кейін бай болу? Қайсысы? 40 жасқа дейін бай болсаң жақсы болу. Жоқ, 40 жасқа дейін кедей болу, либо 40 жастан кейін бай болу. Онда 40 жастан кейін бай болу. 40 жастан кейін бай болу. 40 жастан кейін бай болу. дұрыс сияқты. 40 жастан кейін. Енді ана кімде? KFC-де ойлап тапқан адамды. 39 жасында. 39 жасында шығар. 61 деген. 61 жасында не болып кеткен бе? Ол кедей болғанда прям кедей боласың. Ақша жоқ вообще. Үйің жоқ. Тек сол 40 жастан кейін ғана байисың, 40 жастан кейін ғана байып кетесің. Болмаса қандай вариант бар? Қалай болып кетті мына сұрақ дейтін? Жоқ, былай шығар. 40 жасқа дейін бай болып, потом кедей боласың, либо 40 жасқа дейін кедей болып, потом бай боласың. Солай ма? Давай. Сұрақ сол. Онда 40 жасқа дейін бай болу ма? Сосын дальше тақырып. Бірақ 40 жастан кейін деп керек емес қой уже. Дальше өлсең өле бер. 40-қа дейін бабушка қыдырып аласың. Даже 30-ға дейін десе келуші. Мен нешеден боласың? 40-тан кейін де нормально. 40-тан кейін тоже нормально. 24-те ме? 40-қа дейін так 16 жыл ма? 16 жыл дейін аласың ғой. От души. Как раз. Болды 40-та кейін ары қарай. Ондай демалғаннан кейін денсаулықта қалмайды сияқты ғой өзі. Көп медицина дамыған үшін күшейтіп аласың деймін мысалы. Дәрілерді алып қаншама. Мен 40-тан кейін бай болуды таңдайтын едім. Неге? Мен де. 40-қа дейін ары қарай демалған үшін. Кейін де бай болған істеп. Жоқ, как будто 40-тан кейін бай болу ондай базовый история сияқты меніңше. Көп адам 40-қа дейін простой адам болып кедей болып жүреді. Потом байып кетіп отқандар бар ғой. Оған дейін етіп көріп дейсің да. Иә. Мүмкін. Сен таңдадың. 40-қа дейін істейсің сондай. Кедей болып жүресің. Мен кедей болып. Мен көресің мүмкін онда. Күтіп жүрген еш жақсы. 40-қа дейін жасау болады. Өмір сұрап. Пиздес кедей болу. Зато жаныңда достарың қалады, например. Білесің да кімнің кім екенін кедей деп араласпай қойғандармен 40-тан кейін уже көрсетесің да. Біреу үшін ба сонда? Енді айналаң үшін. Өзің жақын адамдарың қалады да, сен үшін ақшаға емес, байлық үшін емес. Мынандай жақсы 40-қа дейін байсың да, достарың көп жүреді. Резко бай, резко уже 40-қа да боласың, кедей болып қаласың резко беріп. Сағаттың 12:00 болды, ақшаң жоқ. Ноль. И соответственно достарың азая бастайды. Сол кезде де білесің ғой сен кімнің кім екенін. Жоқ, например, балам болсам жақсы ғой, балаңа беріп тұрасың. Неғып мен балама беремін. Неғып жегенде. Мен 40-қа дейін от души демаламын. Шетел көремін. Машын 40-қа дейін. Мен 40-қа дейін де көремін. Өйткені қара, жас шағыңда жалындап, ақшаң көп. Қыз-қырқын мысалы. Рахат емес пе? 40-тан кейін кім қарайды дейсің да? Иә, уже мен операция жасап аламын өзіме, кәдімгі четко қылып ше. Сосын андай да уже. Ертең 40-тан кейін өліп қалсаң да, әлде армансыз кетті ғой дейді. Қарымға дейін өмір сүрді деп па? Көп адам 100 жыл сүретін сүріп жасап. Бұл өлмегенде кім өледі дейді ғой көрінді. Сол да жақсы ғой. Ал душ. 40-тан кейін өлсең, андай романтичный көрінбейді да уже. 40-тан асқансаң уже. Даже 40-қа дейін өліп қалсаң, сәл жағына шидадың. Жастай кетті. Ол да бар да мысалы. Мынандай сұрақ ше. Бай боласың кәдімгі. Баймын. Миллионерсің, байсың, шіріген байсың. Бірақ отбасың, әйелің, балаларың болмайды. Либо отбасың болады, тәп-тәтті балаларың болады, әйелің болады. Бірақ ақша всегда жетпейді сенде кәдімгі. Итке сүйек қарысың.
баласы өткен жақсы. Байлық таңдайсың ба? баласы өткен Зачем мен әйелімнің балам өмірін құртып? Лучше дем алып өтейін өмірден әкесі. Қиналып, ичелеп өткенше. Дем алып, ақшаң көп. Мынау дұрыс енді. Ойыңа келген. Енді дұрыс. меніңше еще денсаулықтан басқасын бәрін сатып алуға сияқты ақшаға. Махаббатты да, достықты да бәрін. Қалай ойлайсың? Ай білмеймін. Әйтеуір болады да бар. Мындай. Ақша жаман жүректерін өп көрсетесіңдердің. Денсаулықты да түзете сол ақшаң болсын. бір андай болады бір аурулар, которые емделмейтін деген сияқты. Емделмейтін ол ақшаң болса да болмаса да ауырасың ғой. Толық жоқ қой. По-любому ма? Иә. В общем, бай боласың, семьяң жоқ, соны таңдаймын мен. Бәрі соны таңдайды деп ойлаймын. Бәрі соны таңдайды. Бәрі соны таңдаңдар. Камераға қарап. Қосыласың. Неге мысалы? Мен отбасы жақсы көретін жар болған дұрыс сияқты. Сен эгоистсің көрдің бе? Неге эгоист? Ертең балаң айтады ғой, папа неғып кедейміз біз. Мен құрдастарым бәрі, бәкелер бай. Бля, маған просто мынандай таңдау керек кезінде. Не айтасың? Сендер таңдадым Дейді ғой. Кезінде бір подкастта таңдап қойып едім. Өзі ақша табады ғой. Бала өзі ақша табады ғой. Мысалы мен бай болсам, асырап алсам. Соны айтамын, ақшаға сатып алуға болады да, баланы да сатып жоқ, аласың. асырауға болмайды дейді. Асырауға болмайды? Просто оны біреудің баласын бағып жүремін. Бағуға да болмайды. Үйіне келемін да, короче. Олай да болмайды. Олай да болмайды ма? Олай да Бағып болмайды. бағып кетесің. Мұраға да жаратып кетемін деген сияқты ма? Иә. Жетімдер үйіне қайырымдылық жасауға бола ма? Болады. Болды ма? Қайырлы жасайшы. Жетімдер үйіне шықпайсың ондай болса. Бала керек болса жоқ. Туысқандан бала басын сипауға болады. Болмайды. Болмайды, басын сипауға. Туысқандарым жоқ, жақындарым. Вообще жақыным жоқ. Жападан жалғызым. Байым бірақ. Байсың бірақ. Жақсы ғой? Танымайтын адамдармен араласасың. Болды ғой. Болды ма? Сен мені араласып жүрмін. Араласайықшы. Бай болсам саған берем. Дүнием, мүлкім жартысын. Сен де бересің ба маған? Бай болсаң? Беремін. Келістік. Жақсы. Осындай сұрақ бар. Байлыққа қатысты болмай ақ қойсайшы. Байлыққа Ақшаны қойықшы. жоқ. Сен бақытты боласың, бірақ бәрі бақытты емес. Сен бақытты емессің. Басқалар бәрі бақытты ма? Иә, басқалар бәрі бақытты. Қандай? Мен бақытты боламын, қалғандар бақытсыз бола берсін. Менің ойымша, сен бақытсыз болсаң, смысл жоқ. Если бәрі бақытсыз болса. Лучше мен өзім бақытсыз боламын, бәрі бақытты бола берсін. Сондай. Біреудің қуанышын көріп қуанатын адамдар да бар ғой. Мен сондаймын. Мен де сондай например. Жоқ. Біреудің қуанғанын көрсем, мен кәдімгі іштей жылып қаламын, например. Болады екен ғой. Бірақ по-любому бақытсыз боласың, брат. Өзің бақытсыз болып жүрген кайфы ғой. Прям бақытсыз. Прям Иә, бақытсыз. прям яғни бақытсыз. бақытсыз емес. Андай, жоқ, Бақытсыз деген қалай болсын да? сол просто настроение болмайды. Именно сен сен ақша да болса да, денсаулығың болса да, просто саған ештеңе ұнамайды, бақытсыз бола бересің, осылай жүре бересің. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген менің ойымша. Бәрі бақытты болған дұрыс сияқты. Өйткені қара, мысалы, сен өзің жалғыз бақыттысың да, ешкім настайыншы. Ешкім мысалы, Смысл? Ол жаман. біреуге прикол ұстайды десең, мысалы, кетші, настайыншы. Зайылым шығып кетеді ондай болса. Бәрі бақытты, мен ғана көңілсіз жүрмін. И олар автоматически мен көңілім көтеруге тырысады. Жағдайым жасайды. Басқалар не состояниесін елесің Жүрші брат, тамақ әперейін саған. И сен особенный боласың да, самый популярный человек в мире боласың да. Ең бақытсыз Вообще адам. бақытты. Еще адамдардың бәрі, мен білгенін қалаймын, что он мен сөйтіп шешкенімді. Жақсы олайым да. Осыны таңдағаныңды ма? Бәрі мақтанып тұр. Мен үшін бақытты болушылар. Бақытын тәрк етті, біз үшін деп айту керек. Менде мынандай сұрақ бар. Давай. Автоматпен соғыс или қыл сағатпен соғыс? Автоматпен. Автоматпен сияқты. Қыл сағат. Автоматпен деп ойлаймын. Автоматпен шығарайын. Өш қаласың ғой. Мал болып ойлайсың ғой. Бірақ айырмашылық Бір бар. адамды өлтірдің қылышпен. Болды да қалдың жоқ сен автоматически. Бірақ Еще тем оқ тиіп қалады деп ойлайсың. Қылыш Тез өліп қаласың ғой. Қыл автомат алыстан тезірек үйренемін деп ойлаймын, қылыштан қарағанда. бұл жерде снайпер бар. Әйтеуір реті келген атып отыра бересің. Снайпермен күшті ғой. Жоқ, еще ол кезде медицина болған жоқ қой қылыш кезінде. Ойлайсың сенің аяғыңды шауып тастайды да, сен жатып өлесің. Антидотасың дейсің. Ал оқ тисе әйтеуір емдеп алу шансың бар. Оқ десе еще
басым өлуіңе де шанс көп та. Бастан атса кеттің дейсің да. қылышпен садақпен соғыста да сәл өтірік өліп қалуға да болады. Қылыш соғып алды да кетіп қалды мысалы. Не істейсің? Ол соғыс біткен жатасың қансырап ойбай. Біреу келе ма. Бітпейді ана соғыс. Оқ десе де ондай болуы мүмкін. Шоқты басама жарамай. Сонда да Азап па, иә? автомат дұрыс деп ойлаймын. Автомат дұрыс сияқты. Тып-тыныш. Тыныш емес қой наоборот. Жұмыс бар. Шоу автомат атқандай. Сен ана қылышпен жауыздықпен не істеп жатады ғой, иә? Басын шауып тастайды деген. Күш керек оған күні. Ең Басын ертегі жауыш. ненің алдына тұру сияқты, әскердің алдына. Бәлә. Кімдер тұрады сол кезде? Енді бұрынғы Сосы барлар заман тұрған шығар. бірақ та екінші дүниежүзілік соғыс кезінде сол штрафбаттың солдаттары түрмешіктер андай нелер Бірінші солар қойған ба, иә, қылмыскерлерді нелерді смертниктерді, жалко, иә. иә. Просто андай живой мишень сияқты алдынаға жібере салған ғой. Типа еще артында өзінің солдаттарың тұрады бүйтіп. Артқа қарай қашсаң атады. По-любому Алдыға шаршап жүгірген дұрыс қой. Ондай болған ғой. Мықтылар тұратын сияқты менің ойымша алдында. Қашпас үшін там. Баяғы заманда. Баяғы заманда мықтылар тұрған ғой. Иә, баяғы заманда. Негізі мықтылар артында тұрады ғой, по идее. Жоқ, артында по идее лучники тұрады. Жаңағыдай атты әскер, жаяу әскер деп бөлінбейді ме? Атты әскер бірінші тұрмай басында. Ойында сияқты. Найзасы бар. Ең бірінші, ең басында жекпе-жекке шығады. Александр Македонский. Трояда. Трояда шығады ғой, бірінші шығады ғой. Александр Македонский ма? Трояда Македонский бар ма? Трояда? Ахиллес па? Ахиллес қой. бәсе. Гектор Ахиллес. Бәсе не айтып отырсың сен? Кешірсіздеген үшін. Шығады, Александр. Жақсы. еще сонда Ахиллестің сөзі бар ғой. Не дейді? Вот вы короли вместе, ну, біз үшін корольдардың өздері соғыса жақсы болар еді дейді да. Араздан сол шеше салса керек. Көбіне басқа адамдар соғысып кетеді ғой, корольдер қарап тұрады да. Қазір де солай ма? Қазір де сондай ғой. Соғысты ойықшы деген андай сұрақ бар. Давай. Қазір хит болады осы ред флаг. Сендер ред флагтарың қандай? Қыздарда. Қыздарда ред флаг. Осыны көресінде бәтті ред флаг. Қыздардағы ред флаг. Қызыл жағына бүйтіп. Так. Ред флаг деп қалай келді? Маған 8 рет изменить етсе ред флаг. 7 рет болса, 7 рет болсын. пока нормально, да? 8-ге шыдамай. Жетеуіне шыдайсың. Шыдаймын. Жетеу істеп сосын біреуін дейді істейін деп жатыр, болмай қалса. Болмады ғой. Болмайды. Ред флаг емес. Жоқ. Қыздарым ред флаг. Ой, Қандай ред флагтарың бар? Мен, например, например, айтамын бір зат, көп ішпеші деймін. Ішеді да, ну. И түсінде енді қыдырма деймін. Сен не ред флагсың ба дейді. Маған ұнамайтын нәрсені айтады емес пе? Ондай істемесе дұрыс емес қой. Мен ред флаг болып кетеді екен, маған кажется, дұрыс нәрсе айтқан. Негізі өзі ред флаг болып тұр ма сәл? Өзі ред флаг болып тұр ғой. Андай запрет қойсаң, типа ред флагсың. Иә, сөйтеді да. Запрет қойып жатқан жоқ қой, дұрысынан айтып жатырмын оған. Мен қаламаймын, что сен түсінде жүргеніңді. Кез келген адам айтасың ғой. Ішпеккеніңді, ол ред флаг деп шығады. Соны түсінбедіңдер ғой. Не Сен ол де ред флаг? Қой ол заған өзің атака жасап тұр ғой. Лучшая защита это нападение деп тұр ғой, короче. Сен де ред флагсың деп па? Мен ойымша қызда көп еркек достар болса. Жоқ, тек еркек достар болса. Сол ред флаг точно. Ағам ғой деп араласа береді. Зарядка ұмытып қалды да потом жазады. Кішкентай кезеңге жатқан. Ағасы емес па не? Ағасы емес. Тамам ағасы емес па не? Айкс сүйетін қыздар ред флаг. Айкс. Айкс нормально. Нормально Айкс. Вот, ол достары көп болса. Махор шексе. Ред флаг деп ойлаймын, газет көріп. Темекі болады енді. Шөп шегетін қыздар бар екен ба? Ол нормально. Нормально ол? Нормально емес. Вообще. Көп қой қыздар ред флаг. Мысалы, Вот сол. мені жұмыстан бүйтіп үйге кірген кезде тек тізерлеп бүйтіп менің жәннатым қош келдің деп күтіп алмаса ред флаг. Мырза, патшам деп па? Тізерлеп тұрып обязательно. Еще голый денег фартук киіп алу керек дейді. Күтіп алу керек. Бұл базовый минимум болсын да? Аяқ киімді шешіп, табанын сүйіп, Голый деймін. Аяғын жылы суға салу керек. табанын сүйіп күтіп алмаса мен ред флаг деп есептеймін өз досым. Онда әйелді не керек маған? Дұрыс негізі. Мен сол үшін ғана аламын әйелді. Әйел не үшін да басқа да? Иә, Басқа басқа не үшін? в принципе өзің тұра аласың ғой. Баламды басқа көңілдесім тауып береді маған.
қалай көңілдесін тауып береді баланы. көңілдес бала туу үшін керек па Иә, көңілдесін оған қаламаса ред флаг әйелім маған мысалы. кемінде екі несі болу керек па Екі көңілдесін болу керек мен. екі көңілдесің еще әйелім болу керек Иә. сұрауың көп екен. Базовый минимум. күйеуі мен әйелінің изменасының айырмашылығы Так, күйеуі мен әйелінің изменаның айырмашылығы бар ма вообще айырмашылығы? бар ғой. қандай айырмашылық бар Мысалы, женский изменаны кешіруге болады. Мужской изменаны кешіруге болмайды. неге Мен еркекте измена жасаған қарсымын. көңілдес ше Мен ғана жасай аламын измена. Басқа ешкім жасамайды. тек сен да Вообще басқа ешкімге рұқсат бере алмаймын. Менің ойымша қыздардікі вот әйел кешірмеу керек меніңше, например. Измена деп. Өзі әйел измена істесе сен кінәлісің деген сөз ғой. Андай сөз бар ғой, әйел жүрегі біреу, тек жүрегі төртеу деп Жоқ қоясың. андай измена жасағанда кәдімгі жан тәнімен ішкі несімен осознанно жасайды да. Мен де сөйтемін ғой. Сөйтесің бірақ сен де. Иә. Өтірік айтамын, изменаға қарсымын. Еркек айырмашылығы болсын, жоқ. әйел Жоқ, болсын. сен қалай ойлайсың? Измена Айырмашылығы айырмашылығы жоқ, міне. Дұрыс айтып. Айырмашылығы жоқ. Бар ма меніңше айырмашылығы бар? Неге Айтып тұрмын ғой ағай. часто научно Қыз меніңше кеше салуы мүмкін. иә Әйел кеше салуы мүмкін күйеуі. неге кешіреді оған неге кешіру Бар ғой кешіріп жатқан ситуация бар ғой негізі. Ал сен өзіңнің Несправедливость. әйеліңді кешіресің мысалы, изменасыз, например. Несправедливость. Например, андай бір Вообще есікті кешірмейді. ашатын кілт жақсы, бүкіл есікке ашыла беретін кілт жаман деген сияқты. сол бірақ біз кілт емес ол просто Если адам пачесына көгелетін болсақ, Пример да. пачесына көгелетін болсақ, қыздар неге кешіріп қояды? Күйеуінің изменасын өйткені қорқыныш болашаққа деген. Ол айырылысып кетсем мен не істеймін деген қорқыныш. Да, конечно. Көрдің ба? Ертең ол қоғамның пікірінен қорқады. Әке шешесінің пікірінен қорқады. Ағайын туысы бар. то есть сен Пайдан ойынша қайтып келген деген сөз қорқынышты оларға. Пайдан қайтып келді деген нәрсе. то есть бегали сен ойынша Еркек измена жасаса, оны қоғам мақтап алады. Жақсы әйелден кетпейді ғой еркек деп сондай мысалы. Ол да. Көрдің ба? Сосын біз еркектер соны біліп олар құтырады. По-любому әйтеуір. Жалпы біз қоғамда әйел болсын, еркек болсын, әйелді жамандайды да ажырасқан кезде көбінесе байқасаңдар. Не жаман деп қой. Сосын әйелдер не істейді? Еркісі содан қорқады, осуждениеден сөйтіп іштей тынып қалады. Изменаны кешіргенмен ол бәрібір ішінде қалады ғой ол нәрсе. Түптің түбінде бәрібір әйел өзінікін істей алады ғой. Енді рызық берекең кетеді, жұмысыңнан айырылып қаласың мысалы. Съемкаларың тоқтап қалады, ол жас дегендей мысалы. Байқап жүрсің сондай. Неше? Неге маған қатысты айтсың? Измена полға бөлінбейді сол үшін. Еркекте әйелде измена Үшін жасамайды. дұрыс емес измена деген. Жалпы. Былай қарап тұрсаң, әйелің саған измена істесе, тоже сен кінәң деп ойлаймын мен. Сен ашып. Да, конечно. Иә. Жаңа айтқандай, әйел измена істеу деген ол натуре. Ол сен, значит, оны еркек ретінде грамм қызықтырмау керексің ғой уже. Сондай уровеньге түсіп кетсең, ол сен кінә ғой конкретно. меніңше сол жерде айырмашылық бар сияқты бастады, иә, уже саған ол әйелің сексуальный влечениесі жоқ уже. Енді сен оны еркек ретінде қызықтырмайсың. Содан кейін ол қиналады, іштей ойланады, ода уже жаңағындай измена кете бастайды миында. Менікі дұрыс па, мынанікі дұрыс па, бірдеңе деген сияқты. Сондай моментте бір еркек пайда болады. Сен даже оны байқамасаң, сен не істеп жүргенсің сен осы уақытқа дейін бала жизнь деген ой келу керек қой өзіңе. Сен әйеліңді ата болса измена жететін. меніңше еркектер мысалы өзінің әйелі ұнап тұрса да измена жасай береді сияқты осы жерде айырмашылық бар сияқты деймін да мысалы әйелдің кінәсі болмауы мүмкін да бұл жерде ал наоборот болса көбіне ер адам кінәсі деген сияқты ғой Дұрыс. Қалай дұрыс, например, күйеуі әйеліне измена жасағандар түрмеге отырады, либо біреудің сыртынан өсектегенде түрмеге отырады. күйеуі әйеліне ма күйеуі драмасы измена жасағандар түрмеге отырады бір-біріне. Либо біреудің сыртынан өсек айтқандар түрмеге отырады. Измена жасағандар бірінші өйткені сыртынан өсек тисе любой адам отырып кетпей ма мен өсек отырамын. Қалмайтын адам отырады. Бірінші очередьте Айтасыңдар, пожизненный. по-любому Біреу сыртынан ба? Вот, өзің байқамай Андай қаласың. өсектер Тек болады, адам ақта алмай қаласың ғой, үшін анан айтқан өсекке сеніп тұратындар бар. Жоғы ол бәрі Мен кім кеш олай емес қой, ақта алмай қаласың, өсекте ауырсын негізі. тыңдамай қаламын уже сен аргументтеріңді Қойша сенемін анаған деп. осы өсек демекші өздерің туралы естіген ең бір түрлі өсек бар ма қалай өсектіріңдер
тұрсынбек саған келіп істеп жатыр ғой деген сияқты сондай бір түрлі бірақ өсек по факту мен өсектейтін персона емес болдым. Далбай екен бәрі біледі да просто өсектеп. и так та дейсің да шындыққа дейсің ба? Иә дейсің ғой. Андай бір өсектер болған, типа әйел зорлады деген. Өсек емес та ол, деп сондай. Өтірік айтамын қаладым. Өсектер жоқ менде. Қазір не деп естідің? Өсек деп жатсаң ғой. Өсек білемін ол жерде. Кімнің әйелімен жат жүргенін білемін мысалы деп ондай. Шулата берсең. Стресқа салып Кесіп алатындай ма? ең онша керек. стресс дейтін өсектің несі болған сияқты да. Мен туралы өсек. Мөлдірді неге тартып алдым мысалы? Жоқ екен мен туралы өсекте, например. Бірақ енді кішігірім өсектер шығар. Өзім жек көремін мысалы өсек дегенше. Өзім жек көремін, бірақ өсек деймін біреу. Біреуді өсек деймін. Мен сондай, мен өсек десем ұнамайды маған. Мен біреуді өсектеу керек. Кайф та. Әңгіме қызып кетеді ғой біреуді айтып жатсың. Жамандаған кезде. Ең басқа әңгіме айта алмаймын. Меніңше өсек болмаса адамдар әңгіме айта алмай жатсақ. Әңгіменің 80% өсектен тұрады жатсақ меніңше. Андай адамдар ұнатпайтын. Кәдімгідей құрышынған өсек деп отырсың ғой біреуді мысалы. Мен айтамын, қойшы онда нең бар? Шауып деп. Шау нақы ондай болсын. Ладно, айтпай ақ қойшы деп па? Неше андай нәрсені қой керек. Прям ол адам шай бар ма? өсектеп жатқан адам, сен айтып жатқан адаммен қандай отношениеде? Соны білу керек. Өте маңызды нәрсе. Шай суық бұтты ғой, а? Жіберіп отырсың, яғын отырып, мен ол туған қызым ғой деуі мүмкін мысалы. Өмірде болған нәрсені Қарындасым еді ғой деп па? өткен нәрсені айтып отырмын, иә. Ондай болады. ең четко жасаған ұрлықтарың. Білі. Ұсталмай алған ба? Менде болған. Бала кездегі шығар бәрімізде. Бала кезде ғой. Білі ұрлық. Мен көп жасадым. Кешеді. Көп ұрлық жасадым. Бізде үй жақта көп еді андай. Көршілердің үйінде малина өседі, клубника өседі. Солар теріп алып, килограмм сататынбыз. Көршілердің үйіне. Ұрлап теретінбіз еще ол. Еңбек қой, үйіне түсесің, тересің оны. Бірақ көп келмейтін алар ша. Үйлерін. Ол, например, күнге пісіп шығып кетуі де мүмкін. Лучше біз ала берген дұрыс. Лучше бізге кәдімгідей не істейді, пайдасы дейді. Біз андай істегенбіз. Бизнес қой ма? Солай өзі мектепке киімді алатын. Әдемі. Жарайсың. Ауылдағы бір апайымыз енді үлкен кісі ғой. Көзі сәл дұрыс көрмейді енді. Яғни китайский заттар сататын өзінің несі бар. Үйінде ашып алған ғой енді бір. Летний домигінде. Онда китайский шоколадтар, кәмпиттер, сақ деген андай бала кезде жейтін нәрселер бар ғой. Үйіне кіреміз, абай шығасыз ба деп. Ана кісі шығады, есігін құлпын ашады бүйтіп. Сөйтеді да кіріп стойкасына баратады ғой енді бүйтіп. Артқа бүйтіп кетіп баратқан кезінде мына жерден уже бүйтіп тығып қаламыз. Сонда келіп 20 теңгемен келіп тұрып қой керек. 4 сағыз алуға. 20 теңгемен келіп, примерно 200-300 теңге затын алып кетесің да жерден. Байқамай қалады. Сөйтіп байқамайды вообще. Құнық көттік бір күндері, короче. Яғни сондық ұрлау жүрміз. Бір күн мектепте отырсақ, бір класстасым. Менің андай 1000 теңге бар дейді. Ортасынан бүйтіп жыртылып қалыпты. Бүйтіп жыртылып қалыпты да. Соны айтамыз, давай. Мынаны скотчтық, әдемілеп. Жаңа апайға барамыз. 1000 теңге берген кезде тақуй нәрсе алып, ана кісі бүйтіп бұрылып, сдача іздеп бірдеңе істеп жатқанда, нормально жасай кетеміз. 1000 теңге сатып алып кетеміз, нормально. Еще өтірік андай 1000 теңге бересіңдер, еще былай ұрлайсыңдар да. Сөйтіп барып, ана кісіден жаңа 1000 теңгесін беріп заттарын алып бүйтіп ұрлап алдық. Еще 1000 теңге алып тұрғызады. Плюс үстінен бүйтіп ұрлап тұр. Не деген оңбаған бізде. Ана кісі 1000 теңгені алып, бізге еще сдача беремін деп үйіне кіріп кетеді. Сдача алып шығамын деп. Қаншаға алатсыңдар сонда? Примерно енді бір ары кетсе бір 150-200 теңге қалған шығар сдача ар жағында. Енді айтпыз ана жерде бір алатындар дүние қалмады уже. Өте арзан ғой китайский нәрсе. 5 теңге тұрады, 30 теңге тұрады. 1000 теңге деген былай жетеді ғой. Сөйтіп сдачаны күтіп тұрмыз ұялмай еще. Не деген ұятсызбыз енді.
мәзбіз уже пландабаған жейді уже ойша жей қойғанбыз тамақтың ана кісі бізді атып шықты сендер оңбағандар ұялмайсыңдар ма мынау жарты 1000 теңгені маған беріп не деген ұятсызсыңдар бірдеңе деп біз паника болып кеткен дейді апа өтірік Мөрсет көргендей. мынау деген не сұмдық апай біз бұндай балалар емеспіз бізге бұны әділет берген деп ападан бастайды саламыз ғой өзін қазір апай біз өзіне айтамыз ұрсамыз әділет жоқ қой ол жерде жоқ заттарыңызды қайтарып берейік деп сатып алған заттарды қайтарып бердік та ұрланған заттармен қайтып кеттік по-любому плюстасыңдар ма тегін ұрлап кеттік қой Теңгеде. мақтанамын соны мысалы жақсы баяғыда темір өткізу хит болып кетті бір жылдар ауылда хит еді ғой кезінде табыс көзі темір Ұрлап өткізесің ғой ше. сөйтіп үй жақтың темірлері бітті бір кезде ауылды аралап ауыл кешіп қоқыс аралап ауылдың темірін бітірдік полностью уже темір атаулы көрсек уже ақша көрінеді көзімізге бүйтіп біреудің заборы есігін қағып тұрған қазығы уже бәрін андай есігін зерттеп жазған мынау керек па керек емес па деп сөйтіп іздей ма іздемей ма сөйтіп ауыл бойынша темір бітіп қалды короче бір ақша құнығып алғанбыз ғой біз сәл пәл сосын балалар айтып бастап бірақ кеше түнде кіріп ана кісінің ауласына темір алатын адам өткізген темірлерді ұрлап ертеңінде тағы өткізіп жібердік дейді ух бәлә дейміз келеші темка иә сөйтіп кірдік та сөйтіп бір ұрлап аламыз өткіземіз екі ұрлап өткіземіз келеші жаңа сәл видоизменить етіп алған мыжып өтірік кесіп иә таны қоймай ма екен деп и біздің бір жармес бала араласатын атын айтпай ақ қояйын андай бір кім өткізген білмейміз кенгуру дейтін нәрсе бар еді ғой андай секіресің пружинасы бар сондайын асты бүйтіп майысқаған екен да соны бір өткізген екен ана көкпеңбек демеп енді әдемі нәрсе ғой соны ұрлап кетіп өткізіпті ғой жертесінде не деген ақымақ деймін да сөйтіп ана теміріміз жабылды содан ақшасы жүр ма қазір Бізде жақтан ұрлықпан көбісі дача ғой бізде орыстарға демалыс күндеріне келеді қалада үйлері бар солай кетеді қазақтар бар кәдімгі тұрып жатқан сол жақта өйткені қазақтардың үйі жоқ қалада сол проблеманы көтергім келіп тұр ғой жоқ жаңағы орыс кісі келеді бір демалысында кірпіш түсіреді типа спиндерный блок кәдімгі 500-600 штук түсіреді бір нәрсесін жасауға сонымен кетеді қалаға кірпіші қалды бір аптада үйінде болмайды ғой соның жанында көршісі тұрады да кірпішті алып ремянка болса да бір комната болса болады прихожий ше кіргенде аяқ киім шешетін деген сияқты и содан қосады и поливна болмасын деп бір 50 штуктай кірпіш сатып алады өзінің ақшасына ауысқаны андай кірпіштен артық алып қойыппын деп ше кейіннен көршісі келеді шок кірпішім қайда менің 500-дей кірпішім бар көршісі кіре бермей оған не істейді андай иә қазір көп ондай ұрлық көп жүріп жатыр мына жақта ұстау керек еді соларды деп менде кірпіш асып қалды керек па дейді ана кірпішті сондай қызық болған мынау гений мынау мен ұстау алсам менің кірпішімді ұрласа да мен кешіресіз уже тату болсын мынандай істегенің үшін деп ойлап тауып қалған үшін менде мынандай болған ғой ұрлық батяның короче темекісі жайлап алып кетемін бір штугын әкетемін де и балалармен қораның артына шегіп бітіремін и бітіріп какой-то ішіндегі бір бала батя іздеп қалады сол кезде кім алды дегенде мен алдым деп айтып қойды ғой сөйтіп батя айқайды салып оп твою мать неге шегесің и ана жерде қалай ситуацияны шығармын сенің дейтін шеккеніңді қалаған жоқпын сосын әдемі гений тоже сен темекі шекпей денсаулығыңды ойла бля сондай өтірік көтіне сойлап қойып береді ілін қазір бабаң деп жылап қалса қоямын бүгіннен бастап деп па қоямын бәрі балам өзің шеге бер десең сондай содан бері темекі шегіп жүрмін деші мен шекпеймін жоқ темекі шекпеңдер жоқ енді давайте серьезно сұрақтар кейін а то уже все несерьезно короче роналдумен бір түн өткізу серьезный сұрақ әлде оның әйелімен бір түн өткізу әйелі Джорджина ма әйелімен ғой әйелімен роналдумен түн өткізу или джорджинамен түн өткізу просто түн өткізу Иә. көру деген сияқты ғой ол жоқ енді өзің ұрыншау деген емес па да қандай емес таңға дейін әңгіме айтып уже сен түн өткізесің жоқ енді өзің білесің енді
өзіңе байланысты ғой реті кезде жаңағы деген сияқты ғой бір күндей Роналдумен еді ғой. бір күнде Роналдумен ба? Роналдумен жарай. жоқ Жоржинамен ғой. Жоржинамен өткізсең Роналдуды көресің, ұстап алар. Роналдумен өтсең Жоржинаны көресің бе? Ұстап алады емес. Жоржина Өтілер еді Роналду. жақсы ғой Иә, жоқ енді. Жоқ, бұл жерде енді принцип не ма? Роналдуды көру ма, болмаса Солай шығар. легенданы көресің ғой. Көрмей қалуыңда. Жоржинамен өткізсең Роналдудың яғни келеді ғой. Басқа мемлекетке шақырады Жоржина да, Роналдуды көріп қоймасын деп. Басқа мемлекетті айтса, өмір бақи мақтанып өтесің ғой мен Роналдумен әйелмен болдым Роналдумен болған дегенше. Роналдумен кім болмай жатыр оның әйелмен Например, Жоржинамен. Жоржина мені Роналдудан артық көріп тұр мысалы болды басқасын неге самооценка керексің Иә, ол. страшный нәрсе ол деген ты че Ай, Жоржина деген неше көргенсің бе Жоржинаны Көрсе қарап тұрмын. жоқ өмірде фотосын көргенсің бе Фотосын ба? иә Иә. қалай ол содан кейін Роналду өттісің қай жылғы ол? 2003 Жоқ. мен 90 сондай жатырмын. 2003 өтеді болса. 2003 емес. түріне қаласың 2003 Шоқ кәнге дейін. ана история рас па екен дейсің ғой бір өтірік деп оқыдым сол типа Роналду әйелі Роналдуға дейін бір бутикта консультант болып істеп жүрген Роналдуға сындырып алған деген Продавец болған. соны өтірік екенін бір естігем тоже точнысын білмеймін енді тиктоктан ба ютубтан ба біреу типа Не деген бақия бұйырып тұр ана шейін киім сатып алуға келді Роналду көріп атып қалу деген кәдімгі. ана қыз да типа ана айтады да типа жоқ қыз емес негізі Негізі болған иә. негізі деген сияқты Өзі до этого модель болған ба сонда Иә. бірдеңе емес. типа андай Магазиндерде болады ғой. Иә. Қарапайым сондай да отыр ғой енді. значит үшін нормально қарапайым адам істемейді ғой Қымбат магазин қарапайым адам істемейді. Роналду үшін қарапайым адам. Ол кезде. Любой адам Роналду үшін. Ол кезде. а төре Роналду үшін иә Жоржина. Роналду ма или Месси ма сұрақ қойылмаса болмайтын сияқты мынадан кейін. Роналду. Күнә ма қойылмаса? Роналду неге Криштиану Роналду. Бәріміз Роналду ма? Роналду. Месси. Месси ғой Короче, мен, например, Барселонаның фанаты болдым басында. Бірақ сонда да Роналду таңдау. Обязательно шығар. Иә, басынан фанатсың ба сен қазір Басында болдым. Жоқ, қазір. басында дейтін қашан Ну, кішкентай кезімде дейінші. Школа оқыдым. қатесіз бірінші сен таңдауың қалай өзгеріп кетті сен қазір Реал ма Жоқ, қазір Интер. Интер әдемі ол меніңше андай сияқты құттай кезінде бала дейтін өзі осыны таңдайды екеуі варианттың біреуі и сонымен өмір бойына кететін сияқты меніңше. Солай болу керек қой негізі. Сен қай моментте Интерге ауысып кеттің сонда неге Интер еще? өткенде барсаны жеңгенсің ғой полуфиналдан Жоқ, ол кезде футбол көп қарамайтын болдым. Басында сол наклейкалар болды, там видеолар көресің телефоннан, просто телефоннан. Обязательно ол кезде. Миланның ойындары бар. Вот сол кезде Барселона Реал көріп жүргенде, вот сол кезде Барселона алмайтын маған. Линия болды, ішінде Месси болды там. Одан кейін кішкене бері қарай жатқанда, там Интердің ойындарын қарап, мен қарап басынан Джеко ойнайтын, там Лукаку ойнайтын. Жақында ол деген. Иә. Оған дейін Барса болды ба? Оған дейін Оған дейін футбол қатты көп көретін болған. Сондай. Мен мысалы Месси танимын. Баяғыда Барса Медаль болды. статистика жоқ қай жағынан айтып тұрсың мысалы? Криштиану. Мысалы адамгершілік жағынан да примерно семейнен балалары бар. Роналду мысалы бойы ұзын ол жағынан Роналду бойынан алсақ Ойынын Роналду. Подписчиктермен Роналду ма? подписчиктен қараса Роналду Әдемі жағынан Роналду. енді Рекорд жағынан Роналду. Қандай қай рекорд? рекорд гол Көп қой рекорд. Мессида да көп рекорд Мессиден ол жай Мессиден салған көп гол пайда. көп салған гол көп мысалы 950 асты жағында Қан есе Лига чемпионы болды Роналду. Лига чемпионы көп Лига чемпионы лучше бамбар держать Мессидікін санайық па әскер жоқ па Или қоя қоямыз. чемпионат мира деген мысалы. Сол ғана отыр ғой табиғи жағынан ше. гол плюс ассист Андай плюс ол жағынан 400 ассист жасаған.
өте көп. алтын добы көп болып тұр Месси. Алтын добы көп. алтын бутсыйы да көп па? Алмаған трофейі жоқ. Кімде көп? Иә. Копа Америкасын алды да. Нұрлан ол сіздердің енді Менің ойымша Роналдо эффективнее. Любой жермен тебе болады. Любой жермен гол салады. Например, эффективнее. Например, мен тренер болсам, реально андай объективный тренер, мен алатын едім по-любому Роналду. Роналду аласың ба, Месси аласың ба? Мессині оны көрмегенсіңдер, онда жіттір. тек Роналдуға қарағансыңдар ғой. Жоқ, Мессиден басқа әңгіме жоқ вообще. Бір көріңдерші, бүгін үйге Егер барып болса выбор таңдау керек болды. бір күн арнаңдаршы соған, Мессиді көруге. Жаңағыдай қатты объективно болған өзінде Иә. негізі көбі енді золотой мяч алғансың негізі болды деп ойлаймын. Роналдудың фанаттары мойындау керек. Жаңағыдай андай емес, мен мысалы айтқандай болды, маған енді Роналду ұнамайды, ол мен кумир емес, мен Месси таңдадым деп емес. Сен жүрегің Роналду бәрібір, қажыман Месси сен жүрегің кіре алмайды. Но енді ол Мессидің андай лучше екенін мойындай білу керек та. Ол статистиканы алсақ факты болды Жоқ, ғой. ұнайды Месси жақсы. Очень Роналду. Жоқ, менің ойымша просто Месси с самого начала комфортный жерде, комфортный клубта ойнаған. Например, Роналдо, например, если тоже Реалдан бастаса, ол да көбірек статистика лучше болады. Менің ойымша. Меніңше ол кездегі Роналдоның ойнаған Манчестер Юнайтеді дейтін не комфортный команда деп айта алмаймын. Страшный, сэр Алекс Фергюсонның Роналду барасы. страшный командасы сияқты меніңше. Видишь, сол моментте, даже сол некомфортный моментте ол лучший игрок. Жаңа сен айтасың. Некомфортный емес деймін наоборот. Роналду Некомфортный еңбекқор, моментте. еңбекқор, бірдеңе, талпынды бірдеңе, өз күшімен жетті дейді да. Месси сонда дейді. Месси талант кәдімгідей. Талант. Роналду өзі. Ол да пахать етеді. Таланттар көп болды ғой. Өшіп қалған, еңбектенбеген. Неймар Екеуін талант салыстырып тұрып қойын, басқа біреуді салыстырып тұрған жоқ сайлады. жоқ. Мессиде талант, Роналду талант жоқ деген тұрмыз ғой. Роналду еңбек сияқты. Вообще таланты жоқ футболға дейді. Просто да бар талант. Просто келіп неткен ба, тренировка жасап ойнап кеткен ба. Месси қаратсаң ол ауру болған адам мысалы. Ол кәдімгідей кезінде тіпті футбол ойнай ала ма деген сұрақтар болған. Мысалы енді бойы келмеген ешқандай. Инвалид Ол болған. ешқандай өзінің функциясы не типа мынау мықты футболист болады деп айтпай тұрған ғой. Сосын емделді ол қаншама уақыт. Оңғыдай еңбек мысалы каждый ойынға шыққан жанын береді. Бітпейді мынау ше по-любому Роналду жақсы. Жақсы, комментария жазып кетіңдер. Роналду ма әлде дастан сатып па? Барселона или Реал Мадрид. Жастасың команда. Анарбеков или Шахан? Анарбеков шығар. Анарбек. Зарусский. Анарбек қой енді. Шахан. Анарбек болмаса өтпеуші еді. Бельгия мен Қазақстанның матчында қалай тұрды, иә? Көрмедім ол ойынды. Қазір болады. Шыққанша өткенде болып кетеді ғой. Потом. Бүгін болып жатыр ма? Бірге болып отырмын. Болды уже. Ешке хабарым жоқ. Не бар еді тағы? Бір ай душқа түспейсің, либо бір ай интернетке кірмейсіңдер. Бір ай душқа түспеймін. Бір ай интернетке кірмеймін. Бір ай душқа түспеймін. Сасып жүресің ба? Интернетке кірмей қиын сияқты. Бір ай интернет келмесең маңыра қаласың ғой. Досың жарайды ғой қасыңда. Псих болып кетеді жақсына. Главное, Интернетсіз де өмір болды ғой. Ол кезде болды. Ол кезде мен бұрында мысалы интернет өмір кезінде мен бір ай душсыз еще бір ай интернет. Саған нормально ғой душқа түспеу. Өзгерген жоқ. Өмір болатын болса интернеттен беремін. Так, қол душқа түспеу деген қалай ол? Вообще қолыңды жуымамай, жуынбау болу керек. Қолыңды жуасың енді. Астыңды не душқа түспейсің. Ол база жоқ андай. Бір апта түспей сасисың бір апта. 2 аптада қыши бастайсың. 3 аптадан кейін нормально болып кетеді. Уже пофиг болып кетеді. Денең үйреніп алады. Өзің отыңнан айтқансың. Бүгін жуым келді. Болмаса да үйреніп кетеді там сол. нормально қасында. Неге маңызды мәселелер үшін. Аяқ. Өте маңызды. Душ. Душқа түсу керек. Жоқ, ондайлар бар ғой, үйде чисто отырады компьютердің алдында. Жумбайды чисто. Мен ғой сол. Сол. Ал көбіне үйде тұрғанда қалайсыңдар ма? Аслында табыс көзің интернетте ғой сен. Демалуым бір ай интернетсіз. Демалайыншы өзімде. Тренировкаға барады деген жоқ. Интернетсіз қызықсыз. Телевизор Мысалы мен бір ай душқа түсіп қызықты ма не болатын. интернетте. Өзімен өзім эксперимент қой. Сол. Интернетсіз не істейсің? Қандай еш жадың Может быть.
таза жүрген пайдасын ешкім білмесін. ютубқа видео салып қойды, 30 күн жуынбадым Иә, деп челлендж. вот. Любой пользователь может. Мен 30 күн жумайын деп шештім дейсің. Өз сүресің бе 30 күн бойы. Бүгін жуынбағанның 15-ші күні. Әдемі ғой. Не, денемде қотырлар пайда болды. Қазір аллергия бар екен. Жатырмын деп. Максимально андай терленбеуге тырысасың ғой. Амалын табасың ғой бәрібір. Иә, табылсын. Лишний раз үйден шықпай, бүйтіп жүгірмей, қимылдамай. бір жерге шақырып бару керек съемкаға. Атымен бере саласың ғой. Бір аяға ма? Срочно болса, саған главный роль берсе. Айтамын ғой. Далада или салқын жерде ғана түсемін дейсің ғой. Шапкамен жауап. давай мынандай бар қатты семіз болу или қатты арық болу. Қатты арық болу шарт. Қатты арық бол. Арық бол. Семіз нешеге қалай қатты? И так сондай эмоция. Жоқ, қатты семіз дейтін қандай мысалы? 250 бар ма 250? 300 Бәлемі типа Айтым Жакуповтар кететін ба? Жақсы ғой, Айтым Жакупов қоя қояйықшы, семіздікті. ең максимальный рекорд семіздік 420 килограмм деген сияқты. Ондай емес болсын анда. Қанша болсын? Орнына 150 ма? Жоқ, 160. арық деген қанша килограмм сонда? Скелет қой вообще. Онда семізде болсын 450 килограмм. Болсын, давай. Анорексия ма қалай дейтін еді оны? Типа арық болып кететін. Негізі тастау оңайырақ сияқты жинағаннан қарағанда. Мен де солай ойлаймын, иә. Мен де солай Качка берген қиын сияқты мен. Тоқтап кетесің деген әңгіме емес па, солай өмір сүресің өмір бойы. Өмір бақи ма? Семіз бол, арық болсын мен. Кедей болып кейін байып кетесің деген Жоқ, сияқты емес андай па. Өмір бақи болатын болса, Пичка бол. білля онда арық. Арық. Өйткені андай салмақпен сен ұзаққа бармайсың. Иә. Арық болып нормально өмір сүруге болады сияқты меніңше. Екеуімен де өмір сүру қиын сияқты негізі. Андай нәрсемен келіспеймін енді. Денеңді өзгерте алмайсың деген. Типа андай. Алып тастаймыз ба варианттан? Жоқ. Типа арық болып, сен типа өзіңмен жұмыс істеп, нормально толығуыңа болады. Семіз болып, соответственно, арықтауыңа болады деген сияқты нәрсе ғой. Если олай қоссаң, онда семіз боласың. Онда семіздіктің үйреніп қалдым мен. Осы бұрын андай передача болатын еді, білесің ба? Салмақ пен қаңбақ деген. Короче, екеуін бір үйге қамайды да 30 күн бойы. пиздеген салмақ. Қаңбақ дейтін арықтың несін тамағын күнде рацион жейтін салмаққа береді типа семізге. Семіздікін арыққа береді күнде. Мысалы сен арықсың ғой, күнде келесінде сол күні сен ана күнде семізін жейтін бүкіл тамағын соны жеуің керексің ғой бір күнде. Анауын ауырып бір-екі жаңағыдай немен су ішеді, бүйтеді, сонымен өмір сүреді, короче. Сондай бір челлендж болатын бұрын. Диетолог мамандар келіп отыр, екінші передача. Диета деген страшный нәрсе. Айтымдағы жігіттер түсінген кейде бар ғой. Сен максимально қанша болды салмағың? 115 кило. Қазір қанша? Қазір 86. Мен көп екен ғой сен. Дейін ма? Менде Сен мышечный қанша? масса ғой. 89. Мышечный масса. Менде мышца жоқ вообще. Құрмай. Сол көп адамға соны айтып шаршаймын тоже. Бұрыннан осындай есім бар. Чемемен бір дейсің ба не дейді да. Айтамын сенде сен бұлшық ет массасы бар, сенде ет бар, көрдің ба? Сен содан сен чистый салмағыңсың. Мен қазір мысалы тек майын алып тастасам мен дрищ болып қаламын вообще. Өйткені менде мышечный масса жоқ. Бұрыннан осындай есім алып па? Мен ба? Мектеп кезінде. 5-ші класстан бастап толдым ғой. Содан арықтамадым ғой короче. Сөйтіп мен келесі сұраққа көшейік. Мысалы менде мындай сұрақ бар. Давай. Саған мысалы олжас біреу келеді да, $1 миллион беремін дейді. Или $2 миллион беремін дейді. Қайсысын таңдайсың? Қандай подвох бар екен? $2 миллион басқа адамға ма или жоқ, саған келіп айтады. Саған $1 миллион беремін дейді. Таңда дейді. Или $2 миллион беремін дейді. Қайсысын таңдайсың? 2 миллион. Мен де сонда деймін. Бля, может, 1 миллионнан 2 миллион жақсы может, ма? 1 миллион, потому что подвох бар сияқты. Жоқ деп тұр ғой. Жоқ, просто $1 миллион социальный или $2 эксперимент миллион. практик. $1 миллион или $2 миллион. Мен 1 миллион таңдайтын. 2 миллион таңдасаң қызық емес сияқты. Очевидный варианттан. 1 миллион таңда өзіңше болып қаласың да. Саған келеді. 100 миллион теңге береді. Либо кез келген адаммен тіл танысып кете аласың. Екі вариант. Екі вариант. Екіншісін таңдаймын. $100 миллион берейсіз саған бірінші. Тоже екі вариант. Либо 100 миллион, либо кез келген адам. $100 миллион таңдайсың ғой. Кез келген адаммен тіл танысып кетесің. $100 миллион. Доллар ма? Теңге.
100 миллион теңге. 100 миллион теңге. Онда кез келген адам тіл табысушы. Кез келген адам. Кез келген адам табысайды, рахат қой. Рахат. Мен мысалы Тоқаевқа барамыз да мысалы. Жоқ, Ну, Тоқаевпен сөйлесу үшін вообще. Берікуәлиге барамыз. А? Берікуәлиге. мен бастайсың адамдар тіл табысып мен адамдар жоққа жүрші. Жейді олады ма? Қасым Жомарт Кемелов. 4 рука пожатиямен ба? Маған жер берсейші бір 3 сотық деп. 3 сотықтан аз ғой, иә? Білмеймін сондай. Ойда тұрған нәрсе жоқ. Өтірік нәрсе сұрасың, не жер сұрап жатсың? Мен не сұрайсың біз? Неге Тоқаев басқа бизнесмендер ше? Илон Маск дегендермен кездесу. Илон Маскқа жету қиын ғой. Тіл табыса аласың деп қояды. Он по-любому бірақ ұшып баруым керек сияқты ол жаққа. Сол ғой, ақша жоқ. Айтып. Пилоттармен келісіп кете аласың сөйлесіп алып. Ондай болса рахат қой. Ондай болса бәрін заян жүрмей ма? Кәдімгі. Ақша беріп Нәжді салды. қанша тұрады? 15 мың. Маған елмен келіп жатсың, кейін алып кетіп. Не? Попут Камерасын алып кетіп сонда. Ой. Керек еді маған. Не, анау кино бар еді ғой. Мен осындаймын деп, любой адам тіл табысып кете беретін еді. Мен врачпын деп операцияны. Любой жерде. Атморозға, иә? Короче, Ди Каприо, иә ғой. Олжастарға берген ақшаң аз болып қалып тұрады. Иә. Аз болып қалып 100 миллион доллар болса ақшаны ала береді. долларды ала беремін. доллар ала бересің, әке. 100 Тіл миллион табысып доллар. әркіммен сөйлесіп. 100 миллион долларды Сөйлескен. білмеймін, құртып өміріңде құртып біте алмайтын сияқты. 100 миллион доллар деген. Күшті адамдармен общаться еткілерің келмей ма? Тіл табысқан күшті. Әңгімелесіп. 100 миллион долларым болса, менімен араласын нахуй адамдардың. Менімен араласын. 100 миллион доллар дейді. Осылай сұрайтын ақша ғой. осындай сұрақ ше. Саған Наличный 1 миллион доллар береді, бірақ бір айдың ішінде рандомный моментте сен бұтына шықпайсың. Смело. Давай. Именно публичный место. Давай. Смело. Тек публично açacağım. Тек публичный. Тек публично В уже. принципе. Принципиально. 1 миллион доллар берсе ма? Иә, 1 миллион. Смело. Смело. 1 миллион доллар атып Ладно. Оңай болып кетті ма? 100 мың доллар берсе. Давай. Давай. Сендер ондай еще андай сияқты соғандай контент жасауға болады сияқты ұры фанаттарыңа айтып мені следить етіп жүріңдер любой жерде түсіп қоямын деген сыртынан қарап жүретін сияқты түсіп қоямын Жақсы ғой 100 мың доллар бар. Бүгін Дубайға барып шығамыз Бурдж Халифаның алдында деп блогтар жүрді. әдемі иә осындай сұрақ бар, сестрам қойған постоянно. Короче, сен боқ жейсің, бірақ ешкім білмейді боқ жегенін. Ибо боқ жемейсің, бірақ бәрі ойлап жүреді тұрса сен боқ жедің. Қалай? Бәрі ойлайсың, Бәрі ойлайды. Білемін. Бірақ сен боқ жемейсің. өзің состояние маңызды главное өзің жемегеніңді біліп тұру Зачем маған боқ жеп ешкім білмейді? Жындыға Жоқ, ма? прикинь сен. Сен боғлайсың. Давай, мен боқ жеймін. зат сен өткенде боқ жеді дейді ғой Иә? бізде бүгін қонақта боқ жеген Зато На сұрақты. Қитсек еді. Зачем? Меша, Так. әлемдегі ең ақылды адам болу, либо ең жолы болушы адам болу. жолы болушы адам болу шығар ана Жол болушы. кино емес па Дэдпулда бір қыз сондай суперспособность болады короче оның жолы болып кете береді любой жерде прикинь біреу атайын деп жатады да атпай қалады Жол болушы деген тоже опасный нәрсе негізі. неге Андай нәрсемен жолың болуы мүмкін да. Сен 6-шы этаждан құлап кетуің мүмкін да. соған жолың болып кетеді Иә, тірі қалқап дейді да сен. Зачем калика болып тірі қалқыған? Нәрсе болмайды, жолын бұрын. Қой, ондай нәрсе. Ақылды адам болған дұрыс шығар. Мен бұрын Біреу сен 17 рет пышақ дейді мысалы. Тірі қалқам. бір кино көрдім. ол өліп кеткендер шығар Қиналып. Индийский кино ана ше. Бұрын көрдім. Бірақ есімде әлі қандай кино екенін әлі таба алмай жүрмін соны. Анан Соны білетіндер болса комментарий жазып кетіңдер. Бүйтеді, ондай емес. Әлемдегі ең жол болушы адамдар бір жерге жинайды. Біреу, например, жаңағыдай өлімнен аман қалып қалады, біреу казинодан жол болып кете береді, выигрыш көтереді. Біреу сондай 12 адамды жинайды ғой, бәрін бірге. И былай кругқа тұрғызады 12 адамды. Револьверге бір оқтан салып береді үшін. До конца финалға дейін ең жол болушы адам барады. ешкім өлмейді. Өлмеу үшін азая береді ғой барғанша. күннің соңында жолы болады деген сияқты Сондай кино бар еді. дадумсыз күшті екен иә Кино шоу деген бір көріп қалады. Ол жаста сондайдан көрген ғой. Жоқ, мен көрген бұрын кішкентай кезімде. бір кісі бар еді ғой который әлемде ең жолаушы адам деген сияқты бір рет неден ұшып
самолеттен ұшып бара жатады, сосын самолеті аварияға ұшырайды, сонда тірі қалады. Швейцария Потом ма, бәлен Шотландия? жылдан кейін аварияға ұшырайды Иә, автомобильмен, одан тірі қалады. Сосын таудан құлап кете ма бірдеңе, одан тірі қалады, короче. Иә, иә. 3-4 неден тірі қалған Ақыл бар ғой. өзінде. Каждый раз бола берген сондай. Ақылды болу. Ақылды болса деймін. Ақылды болған жақсы ғой. Маған жол Ақылды болса болған қиын деп ойлаймын. 17 пышақтап кетеді сені. Жол Ақылды болған қиын. Жоған неге пышақтайды сені? Ситуация көп қой негізі вообще. Еркінен жол болып кетті пышақтан өлмей қалды. Ең ақылды адамсың әлемдегі. Сразу ол жағынан қарайсың да пышақ. Қиын жағынан қарай ма? Ешкім білмейді. Өмірдің заңы сондай да ол. Ол жақсы жағынан қазір. По-любому. Неге дейтін пышақ Ирониясы болмаушы еді? ма? Пышақталу Ja, ең бай адам дейсің, ал Қандай ең ақылды адам болу дейсің, керек? короче. 17 пышақтау. Ең ақылды адамның өзінің азабы бар ғой. Сенімен сұхбаттасатын адам жоқ қойшы. Ең ақылды адамсың Қызық әлемде. емес ешкім саған. Енді адамзатқа пайдалы нәрсені жасайсың ғой шынымен. Сен уже қайғыдан қан жұтасың. Кезінде абай қалай қазақ үшін қайғырды. Сұхбаттасатын адам болмаған. Қиын да енді. Ақыл білімділіктің азабы да ол негізі. Бизнес қылып жүреді адам деп оны жеңілсің. Рас негізі ол андай. Адам білім артқан сайын оның көтеретін жүгі де арта береді да. Көп білген сайын көп бөлісу керексің. Сенің өмірдегі типа проклятиеңде, призваниеңде сол білімің болады ғой сен. Дальше сен өміріңді қалай сүресің деген сияқты әңгіме. Ақылды адам ол білімді адам деген сөз емес қой. Білімді адам деген ақылды адам деген сөз емес деген. Қанша образованиең мықты адам болса да сен топас болуың мүмкін да. Иә. Мынандай сұрақ бар. Егер сен бір спорт түрінен сен лучший боласың деп айтса, үздік боласың. Қандай спорт түрін таңдар енді? Футбол. Бокс. Бокс. Сен? Футбол. Прикол. Лучший болатын болсаң ба? Гарантия береді саған осыдан прям Так. мировая Футболист болсаң там аяғың сынып жеңіл спорттан қарайсың. шахмат деген сияқты ма? Бокс деп ойлаймын мен өз басым. Травмаласың по-любому. Неге бокс? Бокс. Я вот именно. Қалай травма аласың, например, футболист. Лучший футболист болсаң қалай травма аласың? Травма болғанда Аласың футболист. спорт болғансаң аласың ғой. Криштиану алады ғой мысалы, Криштиану. Месси. Лучший жақсы Месси. Аласың, зато Мессисің ғой. Бокстан да таяқ жейсің. Қойшы сен Мұхаммад Али сияқты тарихта қалсын неше шығамыз. Головкин сияқты. Великий ол. Великий. Спорт. Не спорт па спорт? Жалпы жүзуші, негізі футболда жақсы вариант. Жүзу де кайф. Кайф та. Негізі спорттың жаманы жоқ қой. Бірақ енді андай влияние бойынша алатын болсақ, Бокс та ғой негізі. бокс пен футбол, бокс пен футбол ғой. Теннис та жақсы, бірақ Хоккей. Хоккей да жақсы. Ну енді андай бүкіл әлемді қамту бойынша алатын болсаң, Эмоция сыйлайтын негізі футбол ғана сияқты. Прям қатты, иә, меніңше солай. ММА да сыйлайды. Футбол не үшін танымал вообще? Футбол енді қалай айтсам, Бәс бүкіл үшін сияқты әлемдік негізі. спорт ғой. Ставка үшін сияқты. Қыздар андай айтады ғой, 22 адам бір топтың артынан жүреді, несі қызық дейді да. Сол нәтижесі сол феномен зерттемеппін, ақ бұл әлемдік спорт болып Ставка кетті. үшін сияқты меніңше. Бұрын бокс болған негізі. Бокс ол всегда болған. Хоккей болатын негізі. Бокс андай негізі элитный спорт болып есептеледі ғой. негізі. Эстетичный спорт андай да. Иә, өйткені андай. Негізі тарихи жағынан жалпы бой дейтін самый немес пе, гладиатор болған кезінде Римда деген сияқты, жекпе-жек сондай сияқты меніңше. Футбол бергіректе шыққан ойын ғой мысалы. Анау не бар, Аргентинадан жеңіліп қалды ғой Франция. И Мбаппе жылап отыр типа. Жеңіліп отыр. И президенті келіп тұр Макрон екен. Нормально, анау Мбаппе былай қолын беріп отыр да. Содан жазып қойды да, ол мемлекетте ол маңызы бар адам болып тұр, ол даже президенттен де жоғары болып тұр Мбаппе ше. Ол эмоция сыйлайды қаншама халыққа, и сол үшін де ол спортсмен ретінде президенттен жоғары болып тұрған жерде ше. Әлемдік аренада өзінің елінің намысын қорғап отыр. Андай мен типа өзімді бүйтіп қиялдан қой көремін кейде. Прикинь, мен осындай болсам деп. Мына сұраққа мен өзім сол жаңағы сразу жауап беремін, өйткені сол бокс деп шешкен бір момент бар. Егер де сондай өзің тағдырын қалай алатын болсаң, великий боксер болғанға көшетін мен. Өйткені типа қалай айтсам болады, футболистерге талап көп өте. Қай жағынан сонда? Қоғамнан иә. Осуждениесі жалпы. Лишний шаг жасай алмайсың, ете алмайсың. Лишний өмірің болмайды. Сен боксер, уже сен уже көрдің типа. Сен уже еркексің да, уже андай сен біледі, что сен күшің көп екенін, саған ешкім лишний әңгіме айтпайды, например, да. Сен можешь біреуді боқтап жібере аласың, смело.
Чисто уважение, короче, да? Иә. Иә. Влияние ретінде андай как спортсмен ретінде андай қалай айтсам болады, футболды да мойындаймын, бокс боксер болушы едім бәрібір. Қиялдайсың ба? Футболдан чемпион болып ату деген қиялдайды екенмін мен. Роналдумен бірге ойнап жүру деген. Осындай сұрақ, алтын не үшін қымбат? Вообще неге қымбат ол? Мен соны түсінбей отырмын. Так, алтын. Енді ол баяғы заманда, ежелгі заманда алтын не үшін қымбатты? Өйткені коррозияға ұшырамайды, шірімейді. И түсі де әдемі. И әшекей бұйымдар жасаған ыңғайлы, жұмсақ металл. Сол үшін, типа, оны еще атауы да қымбат, құнды. Сөйтті да, кейіннен уже адамдар түсіне бастады, типа, бір металы көп, бір метал аз. И алтынның жаңағындай минустары өте аз болды. Сондықтан да, типа, күнмен цветтес. Сол үшін патшалар таққан. Алтын адам, мысалы, күннің нұры сияқты жарқырап түседі. Алтын жарқырайды, еще шірімейді, қараймайды. Плюстар көп болған, декоративный металл болғандықтан сондай құнға ие болған. Тарихи несі болды. Меніңше бір адамдар жиналып осы құнды болады деген сияқты. Иә, сосын Теория заговора сияқты тоже. теория заговора болғанда ол факт қой, специально алтынның несін кәдімгідей бүкіл әлемдік не бар, алтынға жауап беретін аттар деген. Солар алтынның несін бақылап отырады кәдімгідей. Курсын ба? Иә, курсын несін количествосын оборотқа кетіп жатқан. Жыл сайын осыншама алтынды норма жіберіп отырады, короче. Слиток болса слитокқа жіберіп отырады, әшекей болса әшекейге жіберіп отырады, типа. Ақша қылып тұзды пайдаланған кезде, мысалы. Ақша қылып тұзды пайдаланған деген сияқты. Кезінде ма? Енді не құнды болды, соңға пайдалана беремін ғой кезінде. Жоқ нәрсе. Алтын құнды. Жоқ, кезінде тек бартер болған ғой. Жоқ, рас па? Екі мемлекеттің арасымен, типа, та біз мал береміз, сіздер маған, типа, жем егін беріңдер деген сияқты, сондай бір. Типа айналыса бердім. Кейіннен барып сондай бір единый номинал пайда болды. Валюта, ақша деген. Сол үшін алтын сол ғой. Все. Меніңше ол Африка ма бір жақта шыққан жоқ па негізі, ең бірінші қазылып шыққанда. Кезінде колонизировать етті ғой, Еуропа мысалы, Испания, Португалия сияқты. Меніңше сол кезде барды. И сондай бір металл көріп қалды меніңше. Көріп қалды да байлар өздерінің еліне алып кеткен сияқты. Осындай алып бердім деп бар ғой. Сөйтіп мысалы әйелдерге, нелерге сол ұнап, сөйтіп сол Испания, Португалия жақта андай не болып кеткен сияқты, мақтаныш болып кеткен сияқты. Маған осындай алып келді деген. И сөйтіп сол жаңағыдай ел арасына таралып, сосын бай адамдар соны давай осыны сатайық, мынау типа өтіп жатыр деген сияқты бір келісіп, осыны қымбат қылуымыз керек деп продвигать еткен сияқты меніңше. Меніңше алтын маркетингтік бір не деп ойлаймын. Кез келген нәрсе. Кезінде жібек маталары болған. Әйтпесе ақша, мысалы, қарап тұрсаң. Әшейін бір қағаз ғой. Пайда. Әшейін бір қағаз қарап тұрсаң. Ол не құндылығы бар? Просто адамдардың бәрі внушили, что бұл Вариант көп қой үшін. Иә. Мысалы, ертең типа апокалипсис болсыншы, бытшыт нәрсе. Ақша керемес болып. Мынау ақшадан қымбат, $100 мынау қымбат болды. Ақша не істейсің, шүкір түсіртесің. Отынға жағасың, пайдасы жоқ та. Ақшаны көп қылып распечатка істеп шығарып тастаса. Инфляция болады. Ақшаң көп, товар азайып кетеді. Ой, бір ел жасаған ғой, иә? Көбін тарихта енді мысалы, бүкіл Қазақстан адамдар бай, ақшаң көп, бәрі айфон алады, мысалы айфон бітіп қалды Қазақстан. Жұмыс істейтін адам жоқ. Иә, ондай нәрсе болады. Дефицит болады. Қалай бір адам қадағалап отырады сонда оның бәріне. Бір адам емес, көп қой адамдар қадағалап. Табу да қиын болғандықтан болар, может алтын табу қиын ғой. Иә. Сонда кей адамдар ақша болмауы керек па, сонда бұл? Сондай болып тұрады. Енді қазір не? Экономика. Уақыттың өзі көрсетіп отыр, капитализм ең дұрыс мемлекетті басқару формы деп. Капитализм. Может дұрыс емес енді, кім біледі, бірақ та енді практикада көрсетіп отыр. Капитализм ең әлемдегі мықты держава Америка. Капитализмнің символы. Сен қалай жұмыс істегеніңе қарай сонша ақша аласың. Пайдасы жоқ. Ал зачем ол жұмыс істемейді адамға ақша тұрады? Сол тоже өткенде бір оқығанда көрдім бір видео. Америкалық бір мужик айтып отыр. Бизнесмен бе екенін точно білмеймін кім екенін. Бір кішкентай қызбен сөйлессін дейді. Өскенде президент болғым келеді дейді ана қыз. Айтты, президент бола қойын, типа қалай президент болғым келеді сен? Не істеп жатсың деген сияқты сұрақ қойған екен ана қызға. Ана қыздың әке-шешесі
кәдімгі жесткий либералдар, андай барлық адамдар бірдей болу керекпіз, көмектесу керекпіз деп, андай бәрін жарлыққа жүретін либералдар. ЛГБТ-ны да қолдай береді, ананы да қолдай береді. Ана қыз айтып жауап беріпті. Мен президент болсам, бүкіл бездомныйларға үй алып беруші едім, жағдайын жасаушы едім деп. Ана мужик айтады екен ана қызға. Онда сен давай, сен маған келіп, мен үйіме келіп жұмыс істе. Мен есік алдымдағы шөбіңді қырып бер, бірдеңелер істеп бер. Мен саған бір күн жұмыс істесең, саған $50 беремін. Сен сол $50-ға база сол бір бомжға тамақ алып берсей деп. Ана қыз ойланып қапты короче. Нақ бомж өзі келіп соны істеп $50 неге таппайды? Айтып болды, қандадым, сен бүгіннен бастап капиталистсің деп. Сондай нәрсе да? Әркім өзінің еңбегіне жауап беру керек. Сендердің ұлдарың әке мен геймін десе не істедіңдер? Мен сені жазалаймын. Ол бұл сұраққа да ойланғам кезінде. Ештеңе істей алмайсың. Ештеңе істей алмайсың енді. Уже таңдап кетіп тұр олса. Жүрегіңнің қаттылығына байланысты да. Сен уже қабылдасаң қабылдайсың. Қабылдамасаң бағым бара бер, жолың болсын дейсің ғой, болды. Уже бересің ғой да. Адам аяқ асты тұрып би болып кетпейді ғой. Солай туылады ол. Дефект. Мен жалпы Гей туылады дегеннен. ЛГБТ дегеннен сол жаңағы гей, лесбиянка дегенді мен ойлаймын. Бұл дефект туады. Типа ауру сияқты туады. Синдром Даун болып туылады. Сондай болады ғой. Ештеңе істей алмайсың ол үшін. Сол сияқты адам да солай туылады. Ол андай, жоқ, мен выборым, мен ешқандай не жоқ. Ол дефект өйткені табиғаттың жаратылысында жоқ нәрсе да ол. Еркек көп, әйел болып жаратылды. Құдай тағала сөйтіп жаратты. Ал сен өзің бір жынысты адамға сен құштарың ауса, сен значит аурусың деген сөз ғой. Ол психикалық неден сияқты жалпы емес па? Дефект деп ойлаймын мен, сол баяғы заманнан келе жатқан. Тоже андай туысқан мен туысқан қосылып, баяғыда заманнан аурулар туылған ғой. Инцест деген сияқты. Иә, сондай темадан шыққан бірдеңе деп ойлаймын мен өз басым. Травма ше? Психологический травмадан. Мысалы үйіндегі не дейтін бар? Туысқан. Психологический травмадан енді прям сондық не болса, ондай маньяк болып кетуі мүмкін адам. Бірақ енді гей болып, ол туылғаннан деп ойлаймын, андай жүре бітті адам гей болып кетпейді. Жүрегелі сияқты. Меніңше андай сияқты реально ол просто адам өзі осознать ету керек оны. Тұрсынбай айтып отырмын, мысалы жаңағыдай кішкентай кезден сондай болады. Меніңше реально сондай бір отклонение туылады сияқты. Просто ата-ана моментінде именно прям сол моментте байқап кішкене баланы нетуге болады сияқты, емдеуге меніңше. Бір сондай спортқа беріп бір жоқ, бәрібір гей болып туылған адам еркектік несін етіп деген сияқты. Мен сол ойлаймын мысалы. жоқ, андай болуы мүмкін. Өзін өзі қинап, типа әйел үйленіп бала шағасы болуы мүмкін. Өмір бақи қиналып өтуі мүмкін. Анандай дейді оларды латентный ма? Иә, өмір бақи өз-өзін басып өтуі мүмкін. Жасырып жүреді короче гей екен. Сондай фигнясы. Любой уақытта нетіп кетуі мүмкін андай. Ішіндегісі. Енді ол да андай не ғой. Қалай айтсам болады. Осындай консервативті елдерде, біздің Қазақстан болсын, жаңағы бізден де шығыс жақтарда, Палестина дейтін жақтар бар ғой, мысалы мұсылман мемлекеттерінде. Ол жақта да бар ондай персоналар. Ол адамдар енді еріксіз уже ана жерде ешкім типа ондай геймін деп жарияға жарыса алмайды. Өмір бақи жасырып өтеді, өзін қиналып. Ол андай свободный елде болсаң, Америкада болсаң, қинау керек. Есіресің ба? Еркекке қызығып өтесің ғой. А? Мужикке қызығып өтесің ба? Олжас просто сен говоришь. Психика ма? Реально қуып жібересің саған видеоны. Ол туылғаннан емес енді психикамен былай ауытқумен сен ол деген. Жүрегелі ма? Мен де солай ойлаймын, жүрегелі. Туылғаннан ондай болып туылу деген. Жоқ, қай моментте сондай болып кетеді? Соны айтамын, тұрып. Ол да қызық, а? Таңертең тұрып, білемін, бүгіннен бастап еркекті емес жүйесінде ойламайды ғой. Из-за общества не үшін ол. Ол может айттым ғой жаңағы, ол өзі түсінбеуі мүмкін. Қанша возрастқа келмейінше ше. Ол біраз андай гейлардың әңгімелерін тыңдасаңдар да деп айтады ғой. Енді ол андай переходной возрастқа келгенше андай пубертатный возрастқа келіп жаңағы өзінің органдары оянып, гормондар оянғанға дейін ол сезбеуі де мүмкін. Просто енді ол жігіттермен ойнап жүре береді. Ұлдармен ойнайды деген нәрсе ғой деймін. Сосын сол кезде уже келген кезде ол например түсіне бастайды, что қыздар оның жаңағы сексуальный влечениесі жоқ қыздарға деген. Почему-то оларға жаңағындай оянбайды сезімі. Ол типа өзінің досына оянуы мүмкін типа. Ол түсінбей қалды, анау не болып жатыр менде деп көреді. Адам өз несі болады ғой, басында отрицание, потом принятие деген сияқты. Сол уже депрессия басталады. Типа мен неге бүкіл жігіттер сияқты емеспін.
аяқ мен мындай деп қиналуы мүмкін. Үйдегілерге де айта алмайды. Қоғамның несін біледі. Неге Қайрат Нұртас феномен? Неге ол вообще танымал? Ол просто әнші ғой, реально. Просто әнші. Басқалар сияқты типа тоже хитмейкерлар бар, бірақ Қайрат Нұртас сияқты танымал емес. Еңбекқор. Қалай ол еңбекқор? Не істеді? Қараңыз, 2007-те бастап шықтым ол. Елена шықты. Біз қайда? Содан бері тоқтамай келе жатыр ол. Әлі, иә. Содан бері тоқтамай келе жатыр. Жылда концерт береді. Той десең тойға да шығады. Стабильность. И жылда хит жазады. И реально талантлы адам. Ол тұрақтылық қой. Мысалы, алты бір ән шықты. Мысалы, бағын қеткіз бір хит жазды. И все, сен алла мен Аллах ұқты. Жарты жыл жүрді. Содан бәрі жоқ. Абай Беги, Асқаттар, Ернар Айдарлардың барлық кезінде мысалы хиттар жасап, сол атпен әлемге шейін тойда жүрді. Мысалы, Сырым Исабеков дейтін де болды қасында. Қайрат Нұртас. Нелермен де жақсы істеді, например. Тағы бір әнші шалама қатар хит жазады, сонымен не істеді. Жылына бір кем дегенде 1 или 2 хитін шығарып тұрады. Жылда хит не істейсің ғой? Менің ойымша ол просто мем болып кетті. Бір ғана ол да бар. Мемдары өте көп онда. Мем деген уақыт өте келе келді ғой. 2015 жоқ, легенда болғаннан кейін келді ғой мем. Легенда болғасын бәлкім мем болып Еңбек бастады. деп ойлаймын мен де. Еңбек. Қанша жерден жаңағындай персона болса қандай. Жеке өміріне мен кіріспеймін. Ол не істесе де. Отбасылық несіне дейсіз. Иә, отбасылық, оның өмір сүру салты, не жеп жатыр, не ішіп жатыр, мені қызықтырмайды. Өнерін бағалаймын. Оның жаңағы талант екенін мойындаймын. Өте мықты тұлға. Қазақстанның шоу-бизнесінің эстрадасында орны қалған. Номер один деп есептеймін. Гигант па? Қарап тұрсаң, ойлансаң, 2010 жылдары Астана аренада полный зал жинап, тікелей эфирден Нюша мен Тиматин прайм кездерінде шақырып концерт берген жалғыз адам. Ондай дәл ешкім айта көрген жоқ. Нюшаны қазақша сөйлеткен, қазақша ән айтқызған адам ғой мысалы. Ондай ешкім істеген жоқ. Димаш примерно еді, бірақ Димаш екенін салыстыра алмаймын мен. Так что екі разный не. Еңбегі ол кісінің шешесінің атасы. Ол, конечно, просто бірінші мен ойлаймын, ода образ жақсы. Ондай әнші жоқ деп ойлаймын. Харизма өте мықты. Харизмасы иә мықты. И мем өте көп мен тағы да айта кетейін, мемдер өте көп. Андай шашлыгым ай, андай отморозок, там еще билейтін видео бар ғой. Сол мемдер өте көп. Из-за этого сол все собралось вместе, сол үшін ол қатты танымал болып тұр Қазақстанда. Мемді де жасайын деп жасамады ғой. Просто өзі жасаған жоқ. Нефополит көп жүрген адам, сол үшін ол мем болып кетеді, по-любому. Ол мен де келсе болады. қызықта ғой. Мен андай типа әсер етпеді деп айта алмайсың, конечно, ондай. Последний жылда ТикТокта бермей келді ғой, Мұрат Абділда мен Қайрат Нұртас екеуі. Қанша жылдар әлі күнге дейін. Заманына. Иә. Еще ол кісі заманға төселе біледі. Иә, тренд ұстап келеді. Әр ненің типа звезданың өзінің поколениясы болады ғой. Тоже жаңа айтпақшы Роналду мен Месси сияқты болды. Өзінің поколениясын, каждый новый поколение келген сайын соларға жұмыс істей алады да. Типа Қайрат Нұртасты типа 88-ші жылғы мужикті 2008-ші жылғы пацанда тыңдай алады деген нәрсе ғой. Ол барлығынан типа андай звезда. Бешбармақ или манты? Қайсысын алып тастар едіңдер? Өмірден бе? Өмірден, жоқ қылды. Манты сияқты. Манты шығар. Манты. Чисто ұлттық құндылыққа жұмыс істейді. Манты. Атак манты ұнайды маған, типа бешбармаққа қарағанда. Бешбармақ сорпасы да бар, жақсы да. Неге? Ол ұлттық құндылықты алып тастасақ ше, ойда манты қаламын да? Ұлттық құндылыққа қалай мен құндылық мен мысалы по-любому бешбармақты қалдырамын. Мантынды қалдырған қалай? Бешбармақ обычный сияқты ма? Просто мантында альтернативалар бар сияқты, хинкаль бар, там тағы бірдеңелер бар ғой. Кірсін там бар. Пельмень жей аласың, Ол кірсін саласың. Нені таңдар едіңдер? Фильм или музыка? Музыка. Музыка. Фильм көрмейсіңдер. Музыкамен меніңше ойыңда өзің фильм создау ету сияқты. қалай? Автобуста Түнде ойлап. Музыка дұрыс па ғой? Музыка алады. Көруге мысалы. Музыканың жалпы влениесі мықтырақ адамға. Фильмде музыка жоқ па? Музыка адамның жанымен Фильм бірақ музыкасыз. Музыка любой жерде әсерлейді да. Любой жерде прям. Кинода әсерлейді. Музыка натуре настроениені түсіріп те тастай алады, көтеріп те тастай алады, бірақ кинода сондай ғой, нәрсені түсіріп те көтеріп те тастай алады. Музыкасыз көрсеңші киноны ешқандай. Саундтрексіз ба? Көрсең. Көрмей қояйық. Қиын тоже. Онда музыканы таңдау керек па? Мысалы ужас киноларда
инстаграмда хит болып кетті ғой өз кинолардың моменттеріне андай бір детский музыка қосып қояды да и ана уже не страшно болып қалады реально сен просто бүйтіп қарап отырасың маньякқа бар ғой маньяк өлтіріп жатыр өзі меніңше музыка зат көп зат жетеді музыка магиясы бар жалпы тарихта да орны көп өте может музыка бар андай сұрақ ше өмірде жалпы тек қана бір музыканы қалдыратын болсаңдар өздерің тыңдауға қандай музыка қалдырар едіңдер қазақстан әнұраны ұлттық құндылық жоқ әмір ағам болатын болсам Рашид так мен онда бір классикалық музыканы қалдырып жүрдім бір опера сияқты ма қандай аты Паганини 24-ші каприсін қалдырдым не ол ішің пыспайды да классикадан сен бір музыканы тыңдай берсең ішің пысады ғой уже классикалық музыка пианино сондай ма жоқ бұл жер жанр ма әлде аты ма музыканың кәдімгідей ат прям иә аты аты мен давай паганина дедің ба Паганини Жиырма. Николо Паганидің типа номер 24-ші каприс деген меніңше по-любому типа наушникпен тыңдайтын өзі менде бөлінеді өзі былай тыңдайтын наушникпен тыңдайтын әндерімді музыка тыңдай бермейді екенмін наушникпен тыңдағаным миыңды тынықтырады мысалы классикалық ән классикалық әндер қайсы өзім стомай ұнайды мысалы Стромай стомай өтеге маған да өте жақсы көремін Стромай папа ты французский иә исполнитель ма кайфо стомай соның музыкасы ал онда не ойлаймын мейрамбек бесбаевтың баян ойлаймын сұлу ауа райы жоқ неге мейрамбек бесбаевтың ойлаймын сияқты қайсы құсқанат ғұмыр сен үшін жаралғандай иә әдемі әдемі танысым сен үшін жаралғандаймын мен бір классика или нені таңдаймын алан уолкердің өлеңі бар ғой фейдед па сондай соны қалдырар едім любой состояние тыңдай аласың мысалы грустить етіп те бірдеңе ойлап или та Гуччи фураман қалдырамын отмена жаңағы не ше өмірге ұлы адам болып туылу сразу либо уақыттың өте келе белгілі бір уақытта ұлы адам болуға айналу ұлы адам сен айналу туа салып қалай ұлы адам болады енді ұлылықты қоғам қалыптастырады ғой ұлы адамнан сен ұлы адамның баласы болуы мүмкін жаңағы примерно ұлы адам болып туыласың өмірге қалай сен туыласа ұлы болып кетесің сол қалай болады ұлы адамның баласы болып туылды ұлы адам болар жоқ өзіңнің ұлы болған жақсы ғой уақыт өте келе ма 50 жас 60 жас әкеңнің берген ризығын саған беруі мүмкін емес деп ойлаймын мүмкін емес болғанда ұлы адам баласы болған дұрыс шығар ондай ұлы адамның баласы құнанбайдың баласы ма құнанбай болмаса абай қалай деген сияқты құнанбайды ұлы қылған абай деп те ойламайсыздар ма жоқ меніңше абай өз алдына бөлек ұлы адам болды ау деймін абай болмаса құнанбай емес болыс болу ғой болса абай болмаған жоқ меніңше абай болмаса құнанбайды білмейтін едік меніңше солай ойлаймын ол да келісуге болады иә олай құнанбай абай сияқты баласы болмаса тарихта қалмайтын еді меніңше жоқ абай құнанбай болмаса да абай болмаушы еді иә ол сондықтан бір бірін жасады бір бірін уақыт өте келе ұлы болу ма енді уақыт өте ол келе обязательно өзіңнің жетістігің жақсы ғой жалпы негізі әке шешенің айтады ғой қателігіне балалар жауап бермейді әке шешенің жетістігіне де балалар претендовать етпеу керек деп ойлаймын мен өз басым дұрыс иә әдемі онда аяқтаймыз ба подкаст өте қызық болды негізі жақсы болды қудық бір жағынан жақсы да әңгімелер айтылды иә танысқаныма қуаныштымын расымен өркендеріңіздер өсе беріңіздер бірінші жинақтар бастап тағы да шақырыңыздар бізде Олжас Тұрсынбек рахмет континенталь осы жігіттер жақсы жер келіп тұрыңдар той